Барлықтарыңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Алдыңғы сабақтарда біз әліпби дауысты дауыссыздардың дыбысталуын өткен болатынбыз. Бұл сабақта жекеше көпше түрдегі зат есімдерді өтеміз. Ал сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл каналда сіздер ағылшын, корей, түрік тілдерін нөлден бастап жоғарғы деңгейге дейін үйренуді көре алатын боласыздар. Әзірге сабақтар аз, тек қана басын бастап жатырмын. Алдағы уақытта көптеген сабақтар шығатын болады. Сол үшін тіркеліп қойыңыздар. Жекеше және көпше түрде зат есімдер ағылшын тілінде, қазақ тілінде мысалы көпше түрде зат есімдер бала, балалар, гүл, гүлдер, бордар, дер дегендер жалғанатын болса, ағылшын тілінде s, es деген соңғы жалғаулар жалғанады. Негізі әдетте жай ғана түрінде, простой түрінде тек s-ті ғана жалғаймыз. Соңында es, бір әрпі түсіп қалатын, не болмаса мүлдем сөз өзгеріп кететін жағдайлар бар. Оны қазір айтып өтетін боламын. Мұнда кестеге назар аударатын болсақ, ең бірінші тұрған простой жай түрінде s жалғауы соңына жалғанады. Sticker, stickers, яғни жапсырма деген сөздер дәл қалай тұр, соңына s-ті жалғаймыз. Келесі ankle, ankles, ankle дегеніміз тобық деген сөз, тобықтар деген ankles болады. Snowflake, snowflakes, қар, үлпіл деген қарлар деп айтамыз. Snowflake, snowflakes, қарлар дегеніміз осылай s болып жалғанады. Coat, coats, coat дегеніміз пальто, плащ дегенді білдіреді. Coat, coats, ешқандай өзгеріссіз жай ғана s-ті жалғап қойдық. Hamster, hamsters, hamster дегеніміз хомяк деген сөзді білдіреді. Келесі қасында тұрған екінші кестеге назар аударамыз. Бұл жерде өзгерістер бар. S емес, es соңында жалғауын жалғаймыз. Неге? Өйткені сөз чи, s, z, ш немесе x осы сөз әріптердің жалғануынан аяқталатын болса, біз s емес, es жалғаймыз. Тек осыны жаттау керек. Ч, s, z, ш не болмаса x әріптері. Branch, branches, branch дегеніміз бізде филиал, кез келген бір компанияның басқа қаладағы филиалын айтамыз. Branch, branches, glass, glasses, glass дегеніміз көзілдірік, не болмаса шыны. Quiz, quizzes, quiz дегеніміз тапсырма, тапсырмалар. Brush, brushes, brush дегеніміз қылқалам, қылқалам, қылқаламдар. Box, boxes, қорап, қораптар. Бұл сөздердің барлығы соңы бірінші сөз C және H әріптерінің қосындысы, яғни Ч әрпімен аяқталып тұр. Екіншісі S әрпімен аяқталып тұр. 2S, Z, H және X пен аяқталып тұр. Сол үшін осы сөздердің барлығының соңында ES жалғадық. Осы әріптерді жаттап аламыз. Келесі өзгеріп кетеді, егер соңында F не болмаса if, F, E әріптері жалғанатын болса, онда S емес, es жалғаймыз және оның алдына V әріпін қосамыз. V болып өзгеріп кетеді. Яғни кез келген сөз F пен не болмаса FE болып аяқталатын болса, онда V болып өзгеріп, содан кейін барып esті жалғаймыз. Leaf, leaves, жапырақ, жапырақтар. Scarf, scarves, шарф, шарфтар. Half, halves, жарты, жартылар. Life, lives. Life деген өмір, өмірлер болып өзгереді. Яғни орысша айтқан кезде жизни деген сөз. Knife, knives, пышақ, пышақтар. Мынау сөздердің барлығы F пен аяқталған, сол үшін өзгертеміз. В қылып өзгертеміз барлығын. Ереже сондай. Келесі. Дауысты Y-ға аяқталатын болса, біз алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз. Y дауысты және дауыссыз да болып келеді. Қасындағы көрші, алдындағы көрші тұрған әріпке байланысты. Мұнда Y-дың барлығының алдындағы әріптер дауыссыздар. Сол үшін Y дауысты болып кетеді. Y дауысты болып келсе, онда Y әрпіміз түсіп қалады. Оның орнына I-ды қоямыз және соңына ES жалғаймыз. Blueberry, blueberries. Blueberry дегеніміз көк жидек деген сөз. Buddy, buddies. Buddy дегеніміз дос, достар. Country, countries. Ел, елді мекен, елдер. Butterfly, butterflies. Көбелек, көбелектер. Story,
Stories. Story дегеніміз тарих, әңгімелер. Келесі кестеге назар аударамыз, тағы да өзгеріп кететін жағдай. Егер зат есіміміз дауыссыз y-ға не болмаса дауыссыз o әрпіне аяқталатын болса, онда s жалғаймыз. Оның өзі дауыссыз болып келе алады, өйткені оның алдында дауысты тұрса. Highway, highways. Highway дегеніміз автомагистраль не болмаса кейде лестница деп те аударып жатады. Highway, highways. Toy, toys, ойыншықтар. Donkey, donkeys. Donkey дегеніміз есек дегенді білдіреді, есектер. Stereo, stereos. Стерео дегеніміз стерео не болмаса колонка деп те аударады. Stereo, stereos. Kangaroo, kangaroos. Кенгуру, кенгурулар. Мұндағы сөздердің соңындағы y және o әріптері дауыссыз. Неге? Өйткені бұл әріптердің алдында дауысты әріптер тұр. Жаттап аламыз. Келесі ережеміз, егер o әріпі дауысты болатын болса, онда s емес, мына жағдайдағыдай es жалғаймыз. Дауысты екенін қалай білдік? Өйткені оның алдында r, t және h, d әріптер тұрулар дауыссыздар. Дауыссыздан кейін келген o әріпі дауысты болады. Superhero, superhero. Superhero дегеніміз қаһарман, батыр деген сөз. Қаһарман, қаһармандар. Potato, potatoes. Картоп, картоптар. Tomato, tomatoes. Помидор, помидорлар. Echo, echoes. Echo дегеніміз жаңғырық. Echo деген сөзді білдіреді. Жаңғырық, жаңғырықтар. Torpedo, torpedoes. Торпеда дегеніміз кәдімгі торпеда деген сөзді білдіреді. Кейбір ерекше сөздер бар, яғни исключение, сөз түбірімен толық өзгеріп кетеді, не болмаса қалай тұр дәл солай қалатын, не болмаса мүлдем басқа жалғанатын ерекше сөздер бар, оларды тек жаттап алу керек болды. Ол алдыңғы ережеге бұлар мүлдем сәйкес келмейді. Мысалы, адам, person деген сөз адамдар болып өзгерген кезде people болып өзгеріп кетеді. Foot, аяқ. Аяқтар болса feet болып өзгеріп кетеді. Біз foot істей алмаймыз, толығымен feet болып өзгеріп кетеді. Toes, тіс, teeth, тістер. Child, бала, children, балалар. Mouse, тышқан, mice, тышқандар. Sheep, қой, қойлар, sheep. Fish, балық, балықтар, fish. Leaf, жапырақ, leaves, жапырақтар. Алдында айтқан f әрпімен аяқталатын ережеге сәйкес келеді. Мұнда кейбір сөздер қайталанған алдыңғы кестедегідей, бірақ қосымша тағы да сөздер бар. Child, бала, children, балалар. Man, ер, men, ерлер. Woman, әйел, women, ерлер. Мұндағы ортасындағы a әрпі e әрпіне өзгеріп кетті. Foot, аяқ, feet, аяқтар. Goose, goose, қаз, не болмаса орысша айтқан кезде гусь. Қаз, қаздар. Geese, ox, өгіз, oxen, өгіздер. Мүлдем басқа болып өзгеріп кетті. Ешқандай s жалғамадық, соңына en жалғады. Toes, тіс, teeth, тістер. Mouse, тышқан, mice, тышқандар. Sheep, қой, sheep, қойлар. Deer, бұғы, deer, бұғылар. Міне ағылшын тілінде осындай зат есімдер көпше түрі осылай болып өзгереді. Мынау ерекше исключительный сөздерді тек қана жаттап алып есте сақтау керек болды. Ал алдыңғы ереже көпше түрге қалай өзгеретінін сол алдыңғы мынау кестеден білетін боласыздар. Осыған қарап келесі сабақта бірнеше мысал беремін, өздеріңіз өзгертіп жазасыздар. Бүгінге осымен аяқталды. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер түсініксіз болып жатса, сұраңыздар, не болмаса қайтадан көрулеріңізге кеңес беремін. Келесі видеода бұның жалғасы және қосымша тағы да тапсырмалар болады. Келесі сабақта көріскенше сау. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.